оқыту өнері ең маңыздысы. Так, өткен сабақта үй жұмысын берген болатынбыз скрипт бойынша. Кім жасады? Өзінің кәсібіне, саласына кім скрипт жазды? Бір адам жазбаған ба? Кім жазды? Бәрекелді. Екі адам келсінші ортаға. Келіңіздер. Скрипт жазғандар. Қарапайым нәрсе, өткенде түсіндірдік қой, қарапайым. Шықпай тұрман. Скрипт жазғандар келсінші. Жақсы. Жазыңыз ба? Жақсы. Тақтан куратор әкеңіздерші. Тақтан куратор. Келіңіз, кім дайын? Жақсы. Сіз дайын ба? Келіңіз, скрипт бойынша көрейік. Скрипт болмаса сіздер картасы жоқ, саяхатшы сияқты боласыздар. Сахна шығарсаңыз. Скрипт деген саяхатшының қолындағы картасы сияқты. Жақсы ма? Скрипт керек обязательно. Мен түсіндім. Бәрібір ол үй жұмысын жасамайды екенсіздер, демек осы практикада жасайтын боламыз. Жақсы. Жалпы сатуда неше этап бар екен? Қысқаша өткен күнге шолып кетейік. Сатуда неше этап бар? Этап. Бірінші, қалай? Амандасу. Дұрыс айтасыздар. Екінші қалай? Презентация, үшінші. Үшінші қалай? Презентация. Болашаққа пайда беру, пайдасын беру. Сатып алуына көмектесу. Презентация бар. Так, онлайндықтары сіздерді осында қойып отырыңыздар, жақсы ма? Осы жерге YouTube-қа қойып отырыңыздар сұрақтарыңызды. 5. Қалай бізде 5-ші этап? Күмән. Іс, жалпы сатып алуына көмектесу, Жақсы. Сіз қарап отырыңыздар, осы этап бойынша скрипт жазылады негізінде. Осы 5 этап бойынша. Немесе 4-еу қылсаңыздар да болады, Бұл өздеріңіздің жалпы кәсіптеріңізге байланысты. Немесе 6-ау, немесе 10 қылуға да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жазаймыз. Жалпы сіз оқыңыз, этап бойынша кетіп жатыр ма, кетіп жатқан жоқ па, біз қателігін табамыз, барлығымыз. Қарап отырыңыздар мұқият. Орындамағандар. Саламатсыздар ма? Менің есімім Дина болады. Менің сату саласы садовый мебель. Маған клиент келді. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Мен алдымен күліп амандастым. Саламатсыз ба? Менің клиент. Сізге кресло кокон керек па? Сіз маған хабарласқанда кресло кокон сұрағансыз. Жоқ, кокон керек. Бір адамдық па, әлде 2 орындықтық па? Дауыс түсінікті естіліп жатыр ма? Түсінікті естіліп жатыр, Жақсы. Бір орындық па, әлде 2 орындық па? Маған 2 адамдық керек. Сізге түсі маңызды ма? Только ақ болу керек. Салмақ қанша болу керек? Общий 110 килограмм. Сіздің сұрағаныңыздай, біз бүгін... Диалог па, қалай сіздікі? Сізде андағымаңызда бір эссе оқып атқан сияқты емес. Клиент мынандай кезде клиент мынандай жауап берді деген сияқты халыққа сәл түсінікті ретінде айту керек. Асма, клиентке мен айттым, клиент қандай түсін айттым, клиент маған айтты, ақ түсін айтты деген сияқты түсінікті сөйлеңіз да. Сонда вот сол болай. Жоқ, маған керек емес, просто немен айналысыз? Садовый мебель. Мебель, ол садикке ма? Жоқ, Саламатсыз ба, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Маған орындықтар керек еді, есік алдыңға 2 штук керек еді. Енді тақырыптан басқаша болып кетеді ғой. Что, практически болсын деген ғой, шынайы да, чем мына немен жазғаннан көрі. Барлықтан маған қойып
аулаға қоятұғын. Иә, аулаға 2 орындық керек, примерно 8 адам сиятындай бір-біріне напротив қойым керек еді. Сізге қандай түр керек? Ағаш түрі ма, әлде темір түрі ма? Негізі асты ағаш, асты темір, үстінен ағашы керек еді, как обычный көшедегі сияқты. Бірақ сынбайтындай и ағаш майыс кетпеу керек маған. Чтоб көбісі қазіргі уақытта майыс кетіп жатыр да. Өте жақсы. Бізде дәл қазір біздің қолымызда бар. Нағыз шынайы сталь темірлерден жасалған, аяқтары ножка спинкасы. Отыратын орындықпенен арқаға қоятын орындығымызда ағаштан жасалған, лакталған, әдемі емен ағашы. Ағаштарыңыз қанша уақытқа шыдайды, например, 1 жыл ма, 2 жыл ма қанша уақытта гарантия беріп жатыр, чтоб лактар ашылып кетпес үшін? Бұлай лактар ашылып кетпеуіне біз 3 жылға кепілдік береміз. Егер сіз оны жауын шашыннан аулақ алып қойсаңыз, өзіңіздің жаз мезгілінен басқа мезгілде ол сізге 10 жылға төтеп береді. Жақсы. Бағасы қанша болады біреусінің? Біреуінің бағасы 110 мың теңгедей болады. Например, 10 алсам қанша болады? 10 штук алсам. 10 штук алсаңыз, бізде көтерме бағамен 90 мың теңгеден береміз. 90 мың теңгеден, иә. Тогда 110 мың теңгеден екеуін с установки істеп бере аласыздар ма? Иә, бізде өзіміздің доставщиктер жеткізіп, бәрін құрастырып, сіздің көңіліңізден шығатындай жағдай жасап береді. 220 мың теңге болады, бірақ 200 мыңға жасап бере аласыз ба негізі? Қай жердесіздер, адрестеріңіз? Біздің адрес осы Алматының ішінде. Қаланың ішіндесіздер, иә? Мен қаланың сыртын дедім, 50 километр қаладан алыс тұратын едім. Егер қаладан алыс тұрсаңыз, сіз аржағынан кішкене доплата жасайсыз. Жоқ, 200 мың теңгеге мен сізге штук как оптом ретінде 2 штукпен істеп берсеңіз, негізі жақсы болар еді. Ондай болса бізде мынандай варианттар бар. Дәл сол 6 адам отыратұғын, бірақ 90 мың теңгеден сіздің қалтаңызды көтереді деп ойлаймын. Оның да качествосы, жағдайы өте жақсы, дәл осындай. Установка қанша күнде істеп бересіз? Ертең біз қонақ күтейік деп отырдық, чтоб. Сіз қалай ақшасын төлейсіз, біз солай доставка жасап, бәрін жасап береміз. Жақсы, онда негізі жақсы екен, бірақ кішкене қымбатырақ болып тұр. Мүмкін ойланып көресіз, кішкене скидка істеп бересіз 200-ге. Ондай болса біз сізге Каспий менен әлде болмаса бөліктеу рассрочкасын жасап бере аламыз. Сізге ол қалай ыңғайлы ма? Вот, рассрочка маған ұнайды негізі. Бізде ол қарастырылған бар. Все, жақсы, рахмет көп. Жақсы. Осы жерде скидка бере аласың деген кезде, егер сіз одан артық скидка бере алмайтын болсаңыз, мынандай варианттар ұсынасыз. Бүйтейік та, қателіктерін сұрап көрейік та, одан кейін айтамыз жаңағы қателіктерді өзіміз. Қандай қателік көрді? Я, айтыңыз. Онлайнтар сіздер де жауап беріп отырыңыздар, я, қарап отырмыз біз. Услугада да осы этаптар қолданамыз. Я, барлығында осы этаптар қолданылады. Тек қана клиенттің қолында болды да сұрақтың бәрі. Қайтадан сұрақ қойып отпады қарсы. Тек қана жауап беріп отты. Өзіне керек нәрсені алып алды да, клиент қайтып звондамауы мүмкін. Кез келген сөзді сұрақпен аяқтаған жоқ бұл кісі. Просто клиент бұл жерде король болып отыр да, клиент бірінші орында жүр. Жақсы. Енді мен бұл жерде үстіне бастырмалап сөйлесем, мен клиент шошытып аламын. Бұл клиент нақты алатын, қалталы азамат болып келіп тұр. Бұған қажеттілігі білініп тұр. Бұның мен только сұрағына жауап беріп, бұл кісіні марапаттап шығарып алдыруым керек. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыз. Кімде бар та? Айта беріңіз болай. Жоқ, дұрыс емес. Қатты олай неғылудың мақтаудың да айтып тастаудың қажеті жоқ та, ана клиентті жалықтырып алу мүмкін ол кезде. Түсініп отырсыз ба? Сол клиентке нақты не ұнайтынын біз қажеттігін анықтау деген этап бар ғой бізде. Осы кезде клиентке қандай қажет материал, иә? Бұл кісі айтты өзі, бірінші қажетін айтып тастады. Маған үсті ағаш, асты темір керек еді деп. Вот соған қарай бұл кісі жауап берді. Түсініп отырсыз ба? Гарантия болып тұр. Негіз бізде заказдар көп болып жатыр еді деп кішкене маған страх беруіңіз керек те, чтоб кішкене, например, чтоб үлгермей қаласын дегендей. Потому что мен сізге мынандай эмоциямен етіп тұрмын ғой, чтоб мынандай осындай керек, срочно ертеңге дейін установкасымен. Сол уақытта сіз кішкене керілуіңіз керек еді де, чтоб заказ көп еді, үлгерсек дегенде. Өткенде айтып кеттім, алам деп тұрған адамның өзі айнып кетеді. Болады ғой ондай, ондай болады. Алам деп сеніп қаласың,
бір кезде звондасаң телефон алмайды или өшіріп тастайды деген сияқты. Сол үшін қанша алам деп тұрған адамның өзін жаңағыдай асықтыру техникасын қолдану керек, асықтыру. Яғни соңғы екеуі ғана қалды. Иә, үлгерсеңіз ғана аласыз. Кеше өткенде айттым ғой мен, важный болып сөйлесу керек, важный болып. Сол уже сенен басқа конкуренттер іздемейтіндей болып адам. Сізге қарай асығу керек, ол асы, екеуі ғана қалды ма не, үшеуі ғана қалды ма не, соңғы несі қалды ма не деген сияқты. Одан кейін жаңағы скидка берген кезде сіз жақсы айттыңыз, жаңағы егер Каспий рассрочкамен ал деп. Ол да жақсы өтеді, сол кісі жеңіл болғаннан кейін онда жақсы деді, Каспий рассрочкамен бөліп алсам болады деді. Ал егер кейбір кісілер Каспий рассрочка жоқ, жақсы, мен сізге скидка бере аламын, бірақ үстіндегі мысалы жаңағы нелер болады, мебельдің үстіне жауып қоятын. Соларды алып қалам, аксессуарларын алып қалам. Десеңіз, клиент не ойлайды? Оларды тағы бөлек алу керек. Ол базарда кемі 10 мың тұрады, 15 мың тұрады. Вообще на бағадан асып кетеді. Иә. Оған ноутбукты мысал келтіру керек деген ойдамын да. Ноутбукты неден аласыздар ғой, Технодом, Сулпактан аласыздар. Сол кезде сіздерге айтса, түсіріп бер дейсіз, мысалы 220 мың теңгелік ноутбугі, сіздер айтасыз 200 мыңға беріңізші дейді. Жақсы, берейін, бірақ мен зарядчигін, жалпы мишкасын, клавиатурасын алып қаламын. Сөйтіп алсаңыз болады деген кезде, клиентке автоматом андай ой келеді. Мен бұны мишкасын, зарядчигін жеке алатын болсам, одан қатты қымбатқа түсіп кетеді. Жақсы, осы бағаға бере беріңіз деп, сізді одан ары қарай қинамайды. Сол сияқты сіздер кез келген затқа сол айтыңыздар. Мен мысалға құрт саттыңыз ба, осынша 200 грамм алып қаламын, мысалға сол бағаға 1000 теңге беретін болсаңыз деген сияқты. Түсінікті ғой? Түсінікті ғой? Осы техниканы барынша қолданыңыздар. Сіздер семішка дейді ғой, пісте. Соны сатсаңыздар да, артыңызда машинаңыз бар, үйіңіз бар сияқты сөйлеңіздер, иә? Кәдімгі клиент сезеді аршеттегі атмосфераны. Сенің қалтаңда дым жоқ екенін, осыған күнің қарап отқанын сияқты. Түсінікті ғой? Артыңда машинаң бар, үйің бар сияқты, кәдімгі спокойно бір байлар құсап, кәдімгі ешқандай уайым жоқ сияқты өзіңе сенімді сөйлесең, сонда клиент ешқандай сізге андай возражение айтпайды, кері байланыста не қылмайды. Түсінікті ғой? Жақсы, қалай сөйлесті? Бар ма тағы айтатындар? Жақсы сөйлесті? Қателік көргендер бар ма? Жақсы, иә, шапалақ ұрып қойыңыздар, жарайсыз. Міне, отырыңыз. Так, сізде скрипт жоқ та сізде? Жоқ, жазып келіңіз, жазып келіңіз. Жабай болмайды, жабай. Тағы бар еді, скрипт жаздым деген. Скрипт дайындадың бір келе қойыңыз. 5 этап бойынша жазып келдіңіздер ғой, кеше телеграмға жібердім, қажеттілік бойынша қарадық па? Көз шалып өттік деген болмайды. Скрипт жоқ болса, картасы жоқ саяхатшы сияқтысыздар. Түсінесіздер ма? Бітіп келе жатасыздар, жерде басты былай ұрасыздар. Скрипт деген міне сценарий, 5 этап болды. Маған қандай сұрақтар қою мүмкін? Мен бірінші амандасып аламын, одан кейін қажеттілігін анықтап аламын, одан кейін менің затым қандай пайда береді сол кісіге. Соны өз тіліңізбен қарапайым нәрседен ғана жазасыздар. Барлық нәрсе кішкентай нәрседен басталады. Айттым ғой, қарапайым түрде жазыңыздар. Оферді жазып отқан кезде де айттым мен. Басында былай, әшейін қиқы-жиқы азғантайдан бастайсыздар, бір күні профессиональный деңгейге жеткеніңізді өздеріңіз байқамай қаласыздар. Ал менікі идеальный шығу керек, бұлар қазір маған күлет, менің скриптіма күлет дейтін болсаңыздар, өмір бойы жазбай кетесіздер. Сондықтан айттым, закон малого начала дейді. Азғантайдан бастаңыздар, қарапайым болсын. Осылай басталады. Жақсы. Менің мақсатым сату емес, менің мақсатым класс жөніндегі шеберлік классына қатыстыру, иә? Сондықтан да келген адамды. Сөйлесе берейін? Саламатсыз ба? Менің аты жөнім Әсия Өміршеқызы, мен сұлулық жөніндегі кеңесшімін. Сіздің есіміңіз? Ол кісі өзінің атын айтады. Жасыңыз нешеде? Мысалға 16 жаста. Сіздің бетіңізге безеу шығып мазалап жүр ме? Оның үстіне бөртте де шығып мазаңыз кетіп жүр, е? Сіздің проблемаңызда теріге арналған жүйені жағып, байқап көруге кеңес берем. Ол үшін сізді шеберлік классына шақырам. Сізге сенбі күні сағат 11-ге ыңғайлы ма? Кеңес беру, өнімді жағып көру, ақысыз тегін сатып алу міндетті емес. Иә, шақырып. Маған міндетті түрде келу керек. Жақсы, этапты сақтады ма, этапты қараңыздар. Сәлемдесті. Қажеттілігін анықтады, жаңа бетіңізде проблемалар бар ма деп.
Болашақта айттыңыз да? Жоқ, келіңіз деді ғой только. Иә? Сразу бастап кет. Жағып көріңіз дедім, солай ма? Бетіңізге жағып көріңіз дедім. Мен о кісіге ертең классқа келіп жағып көріңіз, ой, мынау жақсы екенсің дегесін айтамын мен оған. Сізге 2 аптадан кейін мына безеулеріңіз бәрі кетіп, орнына неңіз жақсы болады деген әңгіме. Я, себебі о кісі... Иә, оның қажеттілікпен жауап жасауға болмайды. Есіміңіз кім еді? Асия апай. Асия ханым. Асия хан. Асия хан, қажеттілігін кезінде сіз өте маңызды сұрақтар қойсаңыз осы жерде, клиент сізден бас тарта алмайды. Осы сізге услуга жалпы өзіңіз... Жоқ, егер менімен бірге мына жерде сөйлеп тұрған адам болса, менің сұрағыма жауап бер. Сіздің, мен мысалы көріп тұрған адам ғой оны. Сіздің бетіңізге безу шығып мазалап жүр ма деп сұрадым. Оның үстіне бөртпелер де шығып мазаңызды алады. Жақсы, онда былай десек, балаға да қызға да бола береді ғой да? Кел ағайдыл, кеш. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің аты жөнім Әсия Өміршеқызы, мен сұлулық жөнінде кеңесшімін. Сіздің есіміңіз кім? Есімім Мағаділ. Өте жақсы, тамаша. Инстаграмнан көріп жазып тұр едім. Бетіме безеу шығып, мен бетіме безеу шығып. Кішкене не қылайын мен? Сіздер қаяқтансыздар? Инстаграмнан көрдіңіз ба бізді? Иә. Өте жақсы, тамаша. Сондай қуаныштымын сізге менің инстаграмды қарағаның үшін. Бек рахмет. Бетіңізге безеу шығып мазалап жүрсе, онда мен сізді біздің шеберлік класына шақырам. Ол жерде сіз бетіңізге проблемалы теріге арналған жүйені жағып байқап көресіз. Сатып алу міндетті емес. Ең бастысы байқап көріңіз. Қажеттілікті анықтап жатсыз? Иә. Енді сондай проблемалар бар ма? Сізде бар ма сондай проблема? Жоқ, өзі айтып тұр ғой маған бетіме безеу шығып мазалап. Жоқ, өзгертіп қайтамын, өзгерт. Аха. Сәл ана неге бойына басу керек. Сәл түсініп. Анау уже қажет екенін түсіну керек. Қажет екенін. Мысалы айттым ғой, біледі. Хорошо. Бұл проблемалы теріге арналған жүйені бізде 12 адам бастап көріп, қазір 3 айлық бағдарламамен жұмыс жасап жатыр. 2 аптадан кейін олар таза, беттері тазарып, безеуден жақсарып қалды. Сіздің де бетіңіз солай болатынына менің сенімім мол. Сіздер гарантия бере аласыздар ма? Түсінбедім. Гарантия бере аласыздар ма? Гарантия? Мен беріп тұрмын. Презентацияға кетесіз. Гарантия бар, ішінде мынандай спикерлер бар, 2 апта курс болады деген сияқты. Көрдіңіз бе? Енді презентовать етесіз. Гарантия бар, жоқ дейді. Үшеуінен өттіңіз қазір. Енді 4-ші. Бұл жүйе негізі 4 неден тұрады, өнімнен тұрады. Бірінші сіз тазалау құралы, оның ішінде 2% салициловый не бар, қышқыл бар. Ол сіздің бетіңіздегі безеулердің бәрінің кетіруге көмектеседі. Екіншісі, сіз оны салициловый кислотасы бар нені пайдаланғандықтан бетіңіз құрғап қалуы мүмкін, сондықтан ылғалдандыратын кремі бар. Және егер өте қатты бөртпелер шығып кеткен болса, оған нүктелі түрде, точный дейді ғой, соған жағатында қосымша. Аха. Бірақ мен... Қазір бір минут. Кім не байқады осы жерде? Клиент жауаптар жүрген сияқты меніңше. Ұзақ сөйлеген сияқты. Дұрыс. Клиентті сөйлетіп, мейлінше клиентті сөйлетіп. Презентацияда айтыңыз, түсіндіріңіз, айтыңыз, бірақ өзіңіз байқап отыру керек. Байқап, мен көп сөйлеп кеткен жоқпын ба, мен көп айтқан жоқпын. Өйткені бұдан дауыс шығып жатқан жоқ вообще. Әшейін бүйтіп отыр. Деп. Сол кезде, сен сондай проблема ма деп бір түртіп аласыз. Түсіндіңіз ғой? Найзаны сұғып отыру керек. Сол кезде оянып. Алла разы болсын. Рахмет. Сізге тек қана безеу шығып жүрген жоқ, сонымен бірге бөртпелер де бар ғой, солай ма? Иә, бірақ сіздердің инстаграмда... Керемет, біздегі ең соңғы, ненің жиынтықтың ең соңғы кремі нағыз нүктелі түрде пайдаланатын. Сол нағыз бөртпеңізге жағып, 2 аптаның ішінде оны жоқ қыласыз. Аха, бірақ мен инстаграмнан отзывтарыңыздан кері отзывтар көрдім. Клиенттерге ұнамай жатыр екен. Не көрдің дедің? Кері отзывтар. Кейбіреуіне пайдасын бермей жатыр екен. Енді ол заңды нәрсе ғой, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. А в вкусах не спорить просто. Мен 2 аптаның ішінде безеуінен құтылмаса гарантияларыңыз
ақшамды кейін қайтарып бересіздер ме? егер де менің айтқан жасаған сізге арнап жасаған бағдарламаңызды бір орындайтын болсаңыз мен сізге кепілдік беремін. Мен сізді сенбі күні сағат 11-ге шақырғым келіп тұр. Қалай? Ыңғайлы ма уақыт? Иә, ыңғайлы, бірақ бағасы қаншадан? Сіз әуелі біздің компанияның несі ұстанымы біздің қымбатты клиентіміз бір нәрсені алмас бұрын байқап көріңіз деген. То есть прежде чем купить, дорогой наш клиент, сначала попробуй деген. Біздің шеберлік классымызға келіп қатысыңыз, жағып байқап көріңіз, сосын шешеміз айтамыз ол ары қарай әңгімені. Келісесіз бе? Сіздің қалтаңызға өте тиімді баға болатынына кепілдік беремін. Менде қазір ақша болмай тұр. Сіздер рассрочка болмаса әрине, әртүрлі бізде сізге не бере аламыз? Мысалға, бір айдың ішінде 3-ке бөліп төлейтіндей мүмкіндігіңіз болады. Жарайсыз, молодцы. Жарайсыз. Сізге қалай ыңғайлы деген сұрақ қойым керек екен. Айтып тұр ғой, менде ақша жоқ, қазір төлей алмаймын деп тұр да? Иә. Жоқ, бұл кісі төлей алмаймын, менде ақшам жоқ деп тұр ғой. Иә, мен сосын айттым, 3-ке бөліп төлей аласыз дедім. Рахмет, Асия ханымға қолды-қол шапалақ. Мынаны қараңыздар. Асия ханым тікелей сатқан жоқ. Асия ханым не берді? Отыра беріңіз. Асия ханым. Отырыңыз. Дұрыс кездесу және лид магнит. Алғашқы сабақ тегін. Лид магнит өткенде өттік қой. Лид магнит деген жақсы. Өзі ризашылықпен төлейді десеңізші. Лид магнит деген былай түсініп алыңыздаршы. Лид магнит деген мысалы анау базарға барған кезде құрт нелердің майдың ішіне кірген кезде дәмін татшы деп тұрады ғой. Вот міне алғашқы дәмін татқаннан кейін кішкентай бөлігін. Ол дәмін татқаннан кейін барып қана көзіне жетсе уже ұялғаннан босын алады. Тегін сабақ дегенде сол. Кімде курс болса да немесе бір жаңағыдай услуга болса, домбыра курстар болса, бірінші сабақ тегін деген сияқты клиентті келтіріп алу. Клиентке дәмін сездіру, дәмін. Ал бірден жаңағы ақшасын айтқаннан кейін ол кісі мың ойланады, уже конкуренттеріңізді іздей бастайды. Сізге деген келу шансы бір 30-40% ғана болып қалады. Ал бірінші сабақ тегін дейтін болсаңыз, тегін дегенді жақсы көреді ғой. О, тегін. Барып көрейін дейді. Барғаннан кейін көреді, көзі жетеді. Уже адам көзбен көріп, құлақпен естігеннен кейін ол риясыз сенеді негізі. Лид магнит осылайды. Бұл кісі сенбі күні күт алам дейді да, негізді клиенттен сұрау керек қой, қай күн ыңғайлы деп ше. Ол айтады, пятница дейді ғой. Кешіресіз, пятница күн бос емес екен, сізді понедельник күн жазайын деп айту керек та. Сонда ана клиент ойлап қалады, не дефигасе очередь қойын өтіп қалады. Жақсы вариант. Асия ханым түртіп алыңыз, керек болады сізге. Келіңіз. Мен өз саламатсыздар. Мен өз салама скрип жасап көрсем, маған бір кісі сөйлесіп тұрса. Кім сөйлесіз көріп келді? Сіз. Иә. Я телефон болып сөйлессін. Мен енді асқана туралы ғой. Тамақ па? Тамақ туралы. Иә. Мансат. Иә. Ассалаумалейкум. Саламатсыз. Сіз бүгін біздің Алматыдағы жалғыз Бурат және Моңғол асханасы Хампузға хабарласып тұрсыз. Қандай жағдайда хабарласып тұрсыз? Сіздерден тамақ ішкім келіп еді, тамағын мақтап еді, соны көріп, оқып, сосын хабарласып тұрмын. Сіздерде қандай жағдайлар бар? Бізде ерекше бұл керемет технологиямен жасалатын тамақ. Бұны жесеңіз, дәм аузыңыздан кетпей, туыстарыңызға да айтып жүретін боласыз. Сіз біздің асханаға келіңіз. Біз сізге бузыны тегін береміз. Ар жағында тек қана шұбатына төлеп қайтуыңызға да болады. Бузын тегін ішіп, шұбатын төлеп, дәмін көріп қайтуыңызға болады. Біз сізді жақсы көңіл күйде қарсы аламыз. Келе аласыз ба? Сіздің жаңағы
берейін деп жатқан не айттыңыз? Хампуз манты ғой. Хампуз мантының ол немен жасалған, қандай немен жасалған, халал ма, бізде етпен жасалған ол? Аха, бізде ол өте халал, қой етінен жасалады, қойды өзіміз соямыз, халал соямыз, және де оның технологиясы өте керемет. Оны сіз жеп көрсеңіз, өкінбейсіз. Егер келе алмаймын деп тұрсаңыз, біз сізге алғаш 50%-ын төлесеңіз, біз сізге тамақты үйіңізге дейін салып жіберуге болады. Бала-шағаңызбен дәмін көруіңізге болады. Осымен қолдан жасалған ба ол? Ішіне деген сияқты. Бұл қолдан жасалынады, бірақ та біз технологиясы біз өзіміз жасағандықтан ерекше болады. Қалай қарайсыз? Оны жеткізгенде курьер қалай болады? Кім төлейді? Тамақты біз ыстықта жеткізіп бере аламыз. Курьерін біз өзіміз төлеуге болады. Сіз кішкене көбірек алсаңыз, біз курьер доставканы өзіміз төлейміз. Оның бағасы қанша, қалай болады, қанша уақытта жеткізесіз? Бағасы сіз Инстаграмнан көрген боларсыз, бағасы сол жерде барлығы жазулы. Негізі жеткізуіміз өте жылдам. Жоқ, бағасын толығырақ айтып берсеңіз, ол жерде мен көргенмен есіме сақтай алмадым. Бізде мысалы салатымен келіп жеп қайтсаңыз, 1000 теңге, ар жағында бір стақан шұбатымыз бар, сонымен 1300 теңгеге тамақ толық тамақтанып қайта аласыз. Бізде негізі бір ғана тамақ, бірақ ішінде сусындар араласқан, негізгі біздің ұстап отырғанымыз сол бір ғана тамақпен сол халықты тарта аламыз. Бұл кісіде бір ғана цена болып тұр. Иә. Өткенде бір ғана ценаға нені мысал келтірдік? Өткенде? Жоқ. Бірақ баға. Дұрыс, соны немен көрсеттік? Дұрыс, бутерброд гамбургермен көрсеттік. Яғни, бір баға болғанда, мысалы бағасы 1000 теңгеден басталады. Осындай құрамы, осындай ішінде салаты бар, жаңағы халал еттен жасалған, жаңа компоты бар деген сияқты ерекшелігі, қандай ерекшелігі бар. Және сол тамағыңыздан кейін қандай результат алады, қандай нәтиже көреді, соны айтып кетуіңіз керек, бір баға болған кезде. Жақсы ма? Иә, сол ғой, соны мен айтып жатқаным, мысалы, соны білейін деп қалай айтып көре алады екенмін, соны нақты өзіме соны үйреніп қалу керек қой. Тамаша, жарайсыз. Рахмет. Жақсы. Ал мысалы бірден сразу бағасы қанша деген кезде 1000 теңге десе, уже адамның несі басқа конкуренция деп кетеді. Баға, айттым ғой, жалғыз баға, гамбургердің ішіндегі не еді, ортасындағы? Котлет, жүрегін айнып жүреді. Құр котлет берген сияқты. Баға айту деген құр котлетті беру, яғни жүрегін айнытады. Баға мен клиентті бірге қалдырмаңыздар. Бағаны айтқан кезде клиенттен бірге қалдырмаңыздар. Яғни мысал бұл кісі айтты, 1000 теңге тұрады, қасында компоты бар, жеткізілуімен 1300 теңге. Сізге ары қарай сразу сұрақ. Сізге қалай жеткізіп береді? Яндекс таксимен ба, жоқ өзіңіз келіп алып кетесіз ба? Көрдіңіздер ғой, ал тек қана бағаны айтты, 1300 теңге тұрады десе, өзі пауза ұстайды и клиент пауза ұстайды. Уже ол сатып алуға шанс аз. Ағаны айттыңыз, ерекшелігін айттыңыз, одан кейін тағы сұрақ. Жеткізуіне 1300 теңге, сізге қалай жеткізген ыңғайлы? Яндекс таксимен ба, жоқ әлде өзіңіз келіп алып кетесіз ба? Деп сұрақ қойғаннан кейін уже автоматически алып қойған сияқты болады клиент, автоматты түрде. Түсінікті ма? Так, бұлай жасайық, енді тек қана біз сөйлей бермейік, практика жасайық, сіздер жасамайды екенсіздер. 5 минут уақыт, тура осы кісілер жазған сияқты сату скриптін жазыңыздар. Қазір жазды, үйге барып жазбайсыздар бәрібір. 5 минут. Жақсы. 5 минут уақыт, барлығымыз, ешқайсыңыз қалмаңыздар. Қажеттілік сұрағы 6 мен 9-ның арасында болу керек. 6 сөзбен, сөйлеммен 9 сөйлемнің арасында. Қажеттілігін анықтауда. Қандай түсі керек, қандай бағада керек, не мақсатта іздедіңіз, не үшін керек еді деген сияқты сұрақтар, яғни клиентке қажеттілігін анықтайтын сұрақ.
мысалға сізге қажет, мысалы не үшін қажет, иә? Мысалы костюм, бұл мысалға бір жиналыс өткізуге қажет, мысалға маған, иә? Тойға баруға қажет. Немесе маған ана костюм ескі болып қалды, жаңасын алу үшін қажет деген сияқты. Өздеріңізге қажеттілік деген кезде миларыңызға не келеді, жаңағыдай кәсіптеріңізге байланысты жазыңыздар. Қазір кез келгеніңізден сұраймыз. Жазбадым. Жазамыз барлығын, жақсы ма? Барлығы қарапайым нәрседен басталады, барлығы алғашқы кішкентай нәрседен басталады. Онлайндықтар сіздерде жазыңыздар, онлайндықтар сыйла. Барлығын жазамыз, және түсінбеген сұрақтарыңызды осы YouTube арнаға қойыңыздар, жақсы ма? Онлайндықтар. 5 минут жазбасын, одан келесі. Так, барлығын жазайық. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрай беріңіздер. Міне, сату қадамдары осы 5 этап бойынша. Онлайнда дауыс жақсы естіліп жатыр ма? Өткенде Қызылорда жақта ма? Дауыс дұрыс естілмеді, бір нәрсе деп жатыр еді. Кері байланыс беріңіздер. Түсінікті болып жатыр ма? Сату қадамдары ма? Сату қадамдары? Мені шығарып қойдық қой. Танысу. Жоқ, өзіңіздің сұрақтарыңыз. Мысалы, сіз біреуге қандай сұрақ қоясыз? Біреуге. Мысалы, не сатып жатсыз? Сандық? Болды. Мысалы, сізге сандыққа біреу нөмір қалдырды. Сандық алам деген сияқты WhatsApp-ыңызға нөмір тастап кетті. Енді сіз звондауыңыз керек. Міне, соны жазып қойасыз. Бірінші не істейді? Танысасыз. Саламатсыз ба, қайырлы күн. Менің есімім Ақмарал, сандық магазиннің сатушысымын. Жақсы, ондайлар болады. Қазір осыны қоясыз, паканан жазыңыз. Сату қадамдарын жазыңыз. Жақсы. Болады ондай. Так, 3 минут уақыт қалды, 3 минут. Кімге түсініксіз болып жатыр? Аға, манты сататын аға өте тамаша сөйлесті. Жарайсыз. Барлығы қарапайым нәрседен бастады. Скрипт көз алдыңызда тұрса, кез келген жерде сөйлесіп отқан кезде, мысалы A4 қағазға түсіріп қойсаңыздар, сөйлесетін кезде A4 қағазды алдыңызға қойып қойыңыз, болды. Мысалы, мынадан кейін сәлемдесуден кейін қажеттілігін анықтаймын, қажеттілігін анықтағаннан кейін болашағын елестетіп беремін, одан кейін өзімнің затым туралы айтамын, яғни презентация дейді оны. Презентация өзім затым, мысалы гарантиясы бар, бет түрі бар, қаланың ішінде жеткізіп береміз деген сияқты. Презентация ерекшеліктеріңіз. Мақсат түсінікті болып отырмасың? Сату скрипті қанша қадамнан тұрады? Мақсат қиын болып отыр ма? 5-ші сыныпқа түсініп отқан нәрсе ғой, жақсы ма? Қара, бұл сенің болашағың. Мысалы, ертең сен мықты кәсіпкер болсаң, ол арқылы сен бірінші өзің ұтасың, әке-шешең ұтады. Мынау Қазақстан мемлекеті ұтады, жақсы кәсіпкер болсаң. Және сені осы сабаққа алып келген мен ұтамын. Түсінікті ғой, сол үшін барлығы бірге жасап жатыр, ешкімнен қалма. Адам жасаған адам жасайды. Енді басында үлгере алмай қалсаң, сол кезде ауырып қалдым, түсінбей қалдым деген сияқты өз-өзіңді қорғап ал. Мен жетіп аламын. Мен барлығына үлгеремін. Міне, үлкен кісілер отыр, 60-тан асқан кісілер отыр. Адам жасаған адам жасайды. Намыс бар ғой, жетіп аласың, жақсы ма? Міне, ең керегі сату өнері саған, сату өнері. Кез келген затты сата алмасаң, ол саған пайда алып келмейді. Не только зат сату, өміріңде де сату өнері білмесең, сен ертең басыңа қиыншылық келе ма, тығырық келе ма, одан шыға алмайсың. Сондықтан сату өнерін меңгеріп алсаң, тек қана кәсіпте ғана емес, өмірде де өтіп кетесің. Барлық ситуациядан өтіп кетесің. Түсіндің ғой?
Жақсы, давай келіс. Давай, несін айтшы скрип, қанша адамнан тұрады? 5 адамнан тұрады. Бірінші сәлемдесу. Бірінші сәлемдесу. Қажеттілігін анықтау, болашағына пайда беру, сосын презентация, сосын сатып алу, көмектесу. Жақсы, бірінші сәлемдесу, қажеттілігін анықтау деген не керек, соны сұрау керек бірінші. Сосын тауардың пайдасын көрсету керек, пайдасын айту керек. Саған айтып, осы оқуға келсең, айтқанда бірге бір істесең, сені саланы таңдайсың, саланы таңдап табысқа шығасың деп айтып па? Бірге бір жасасаң, бірге бір жасамай өзің бір Презентация. Презентация деген не? Тауарлардың түрлерін көрсету. Мысалы айтыңыз, мамандық кетесің, 2 ай оқисың, 8 түрлі мамандық өтересің, 8 түрлі спикер болады. Міне презентация осылай. Өзің затыңды айтасың, не бар, не жоқ, жасың. Ең соңғы сатып алынып қолбөкіш деген не? Ыңғайын көрсету керек. Қалай сатып алу ыңғайлы екенін айту керек. Бір минут қарап жүріңіздерші, бір минут. Неге сатып алуына көмектесесіздер? Неге сатып алуына көмектесесіздер адамдардың? Жоқ. Жоқ, түсінбедіңіздер. Неге сатып алуына көмектесесіздер клиенттің? Жоқ, ол қажеттілік самаса ғой. Ол жаңағы не емес қой, бір инвалид емес, жаңа мүгедек емес. Бір өзі шешім қабылдай алмайды адам. Түсіндіңіздер ма? Жоқ. Адам бір өзі шешім қабылдай алмайды. Айттыңыз ба? Жарайсыз. Жақсы. Көрдіңіздер ма? Иә. Сіздер айтқаннан кейін барып ол ойланады. Сіздер мынандай таңдау бергеннен кейін барып ойланады. Былай екен ғой. Сатып алуына көмектесу деген осы. Адам бір өзі шешім қабылдай алмайды. Сіздер шешім қабылдауына көмектесіп жүресіздер. Сіздерге 12 айға бөліп төлесеңіз болады, немесе жаңағы үйіңізге дейін салып жібереміз деген сияқты түрлі варианттарыңыз айтасыздар. Жақсы ма? Жарайсыз, мақсат. Давай, тек қана алға. Болды па? Бәріміз жақсы болды па? Кім түсінбей жатыр? Жалпы қажеттілік сұрағына мен болашаққа арада пайдасы. бірінші саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Саламатсыз ба деп, сосын саламатсыз ба деп амандасып, қалыңыз қалай? Менің есімім Ақмарал. Сізді қандай сандық қызықтырады дедім. Сандық? Қызықтырады. Сандық па? Не сатасыз? Сандық. Жақсы. Жақсы, есім Ақмарал. Жалпы бізге не мақсатта хабарласқан едіңіз? Мен сандық сатып көрейінші сізге? Иә, сатып көріңіз. Мен де сандық түрлерін білмеймін, бірақ енді сатып көрейік. Алло, саламатсыз ба Ақмарал ханым? Сәлеметсіз. Есіміңіз Ақмарал ғой, иә? Ақмарал. Жақсы, Ақмарал ханым. Жалпы бізге сандық жалпы компаниясына хабарласқан екенсіз. Жалпы не мақсатта хабарластыңыз? Жалпы сатып алу бойынша ма? Мен сандықты қызымның арқасына апарғанға. Қызыңның арқасына. Керемет, қызыңыз тұрмысқа шықты ғой сонда, иә? Керемет, бақытты ана екенсіз, иә? Жақсы. Ақмарал ханым, жалпы сізге неше сандық керек еді? 1, 2, 3? Қазір енді ойымен өрнектелген неше түрлі анандай үлкені, ортаншасы, кішкентайы бар, сондай түрлерін алсам деп. Кішкентай түрін керек па сізге? 3 түрі керек соның. 3 түрі керек, ә? Жалпы оюланған, әдемі, жалпы ерекше болған қалайсыз ба, жоғалда? Кәдімгі жұрттық сияқты обычный ерекше, түсі ерекше, сапасы да керемет болған қалай. Қандай түсіге ұнайды сізге? Қызыңыз қандай түсін ұнататын еді? Қызым негізі розовый цветтері ұнайды. Қызыңызға сол розовый цвет ұнайды. Жалпы оюланған, әдемі, жалпы қонақ келгенде көзін жауын алатындай, иә? Иә. Жақсы. Жалпы ондай сандықтың бізде 2-ақ түрі бар, Ақмарал ханым. Егер ол менің бүкіл Қазақстан ол итак менен алады да, сандықтың түрлерін. Егер алам десеңіз, как раз сандық бізден
бізге хабарластыңыз. Сізге екі түрін көрсетейін, яғни бізде ана розби түрі бар, сосын біз қоңыр түрі бар. Жалпы розби түрін алатын болсаңыз, ол сізге доставкасы тегін. Бүгін. Тек бүгін ғана егер алатын болсаңыз. Сіз сапасына қандай кепілдік бересіз? Сапасына 1 жыл гарантия. 1 жыл бойы ешқандай жерден егер ұрмаса, соқпаса, бір жерге түсіріп алмаса, гарантия сол күнде тұрады. Мен гарантияны 1 жылға беремін. Сіз өзіңіздің өміріңізге гарантия бере аласыз ба? Жоқ, әрине бере алмайсыз. Сол сияқты, ол сандық зат. Сіз адамсыз, түсінікті ма? Мен бірақ 1 жылға гарантия бере аламын. Оны қалай бөліп төлеген ыңғайлы? Бөліп төлегенде бізге 12 айға ыңғайлы ма, сізге 24 айға ма? 12 айға. 12 айға, иә? Жақсы. Айына бір 7 теңгеден түседі. Егер дәл қазір сандықтар маған керек, немесе қазір үйіңізге жеткізіп беруді қаласаңыз, мен қазір менеджерлерім айтайын, сізге жеткізіп береді үйіңізге. Жоқ, жеткізбес бұрын мен алдымен магазинге барып көрейін сіздің көргіңіз келеді ма? Егер ұнамаса, әрине мен алмайтын боламын. Ұнаса алатын боламын. Жақсы, енді сіздің өзіңіз ұнататын тура сіздікіне сандық алып берсең болды емес пе сізге? Вдруг мен ойымдағыдай емес шығар. Сіз ойыңыздағы, мен сіздің ойыңыздағыдай сандық тауып берсем ше? Посмотрим. Жақсы, онда ертең сағат 9-да келетін болсаңыз, осы бағада аласыз. Жарайды, бетейікші енді. Сіз 9-да емес, мен өзім обедтерге таман өзім уақытым ыңғайына Жақсы, Ақмарал ханым, онда бізге енді қымбат бағада, яғни жаңа скидка сізге берілмейді, доставка өзіңіздің қалтаңыздан болады. Жақсы ма? Хорошо, мен өте талғампаз клиентпін. Жақсы. Ешқашан клиентке жалынбаймыз, иә? Ол клиент созылуы мүмкін, сізді әбден конкуренттеріңіз звондап қинауы мүмкін. Қандай түрі бар, түсі бар, ертең 10-да барам, 20-да барам деген сияқты. Сол үшін барынша уверенность болу керек сіздерде. Ол болмаса, клиентке андай нақты сұрақтар қойып анандай тастасаңыз, ол телефон өшірген өзінде сәлден кейін ойланып, шынымен менің ойымдағыдай сандықты айтты ғой анау деп, кейін қайтып звондайды сізге, міндетті түрде пайдаланып көріңіздер, жақсы ма? Сосын анау кейбіреулер ойлайды ғой, мен не құрылым көп информация берсем, менен сатып алады деп. Не құрылым көп информация берудің де қажет жоқ. Иә, жаңағы ол сізде консультант ретінде болып қаласыздар. Консультант ретінде, консультант деген мысалы Каспий банкте мынандай түрлері бар, кредиттің мынандай түрлері бар деп соңында рахмет деген ғана жауап естисіздер болды. Адамды міне жартылай информация беріп, немесе кездесуге шақыру керек, немесе тағы бір көрсетуге дейін апару керек. Ол неғұрлым көп информация берсем, сатылады деген әңгіме емес, осыны түсініңіздер. Ол адам сіздерге ынтық болу керек. Және уақыт жағынан қысу керек, уақыт жағынан. Мысалы, мына кісі айтты, ертең мен 9-да бара алмаймын, 1-де ғана барам деді. Жақсы, ертең маған 9-ға жазылған 2 адам бар, солардан қалса ғана аласыз. Ойланады ма бұл кісі? Өзі бір-ақ штук қалды, 9-да 2 адам келен деп жазылып қойды, солар алмаса ғана аласыз. Иә, уже артық бұл кісі, көрдіңіздер ма? Ал клиенттің жаңа айтқанына жығыла берсеңіздер, ол да болмайды. Сосын өздеріңізді маңызды сияқты, артыңызда 50 клиент тұрған сияқты сөйлесіңіздер. Ол тұтамыз жақсы, жылдам айтыңыз, мен үлгере алмай жатырмын. Мен КамАЗдан түсіріп үлгере алмай жатыр. Біз доставканы үлгере алмай жатырмыз деген сияқты, барлық қалаға жеткізіп жатырмыз деп қысу керек. Түсіндіңіздер ғой, сол кезде барып адам асығады сіздерге. Сол кезде барып.